Мен құстардың суларын мына бізде пеште где-то 20 градус 25 градус жылы тұр. Мына өйткені мынаны бөліп қойғанбыз. Обратка мынадан сорғылады. Мына бізде обратка мына тұр. Обратно пештен алады. Подача мынаған береді. Кран бөліп тұр. Подачаны мынадан береді да обратканы пеш мынадан алады. Мына жерде бізде 25 градус 30 градус жылы бар. Мына жерде 35 даже. Қолын чувствуется былай айтқанда. Қолын шыдай алмайды көптеген. 36-40 градустай бар мына жерде. Осы кочегарканың ішінде. Мына кочегарканың ішінде плюсовой температура. Бұл бушығат, бірақ қатты емес, өйткені бұлар сыланбаған. Сылап үлгере алмадық, теплый пол жүргізіп үлгере алмадық. Пештің өзін 31 күні қойдық. Қазір міне суларды біз жылытып қойып жатырмыз. Суларды сразу бермейміз, жылытып береміз. Міне барлығын жылытып қойдық. Мына қырғауылдардікі, мына тауықтардікі. Сол сияқты. Қазір тауық қораға барамыз. Біз қатты суықтарда тауыққа не қоймаймыз. Өйткені сіздер синусит анау алдын алу мәселесінде. Қазір осыған стрелитин шоковый не қосамыз. Берер кезде көрсетем. Ассалаумағалейкум. Көріп тұрсыздар ма? Біздің тауықтар жүр. Оларға қатты судың қажеті жоқ, шылқылдатып қоятын. Ол сиыр емес, там шелек су ішетін. Міне бізде су кішкенге жоқ. Мұнда да бормен кальций араласқан. Міне тауықтарымыз тұр бізде. Қора суық, қатты. Жылыда емес, міне. Көрдіңіздер ме? Бу шығып тұр біздің қой. Міне біздің аузымызда бу шығып тұр. Қора бізде самый главный, бізден маған бактерияда себілген жоқ мұны. Мына құрғақ, самый главный асты құрғақ болса болды. Соны шылқылдатып су бермеңіздер. Міне, даже кекілік бәрінен алып тастағанбыз. Кекіліктерге ол роль ойнамайды. Өйткені олар. Міне, тауықтар бізде қазір астын жаямыз, жинап тастаптар қарай. Астары сухой подстилка міне. Мына жақта, не жаққа жинап тастаптар. Қазір бері қарай тартамыз. Өйткені міне, су жоқ, біз су қоймаймыз. Қазір кешке жақын бір мезгіл ғана қоямыз. Басқа уақытта алып тастаймыз. Бұлар шөлден өліп қалмайды. Сол сияқты. Бізде просто жем өте майда. Міне байқұс кекіліктерде міне қорада мұз қатып жатыр деген сияқты ғой. Суықтығы міне мұз қатып жатыр. Көрдіңіздер ме? Өйткені тауық туып тұр. Бірақ біз қазір өзім сағат сайын жұмыртқасын жинап жатырмыз. Инкубационный инкубатор салып жатырмыз. Қазір термокомп жасаймыз. Термоящик. Қазір көрсетем сол жайында. Міне бізде тауықтар жұмыртқа туып жатыр. Бұны жинап кетеміз. Мен жаңа қанша болды қазір сағат? 2 сағат бұрын жинап кеткен. Міне жып-жылы жұмыртқалар қазір туған. Сол сияқты сондай. Шошып жібердім. Міне уже 2 сағат бұрын туған. Мыналар уже 1 сағат бұрын туған екен. Жұмыртқалар. Так. Мынау жаңа тауық жатқан. Міне уже 4 туып тастады. Көрдіңіздер ме? Далада қар. Далада аппақ қар. Міне жаңа сіздер томат дейсіздер. Міне менде 3 свет күндіз өзіне жанып тұр. Өйткені мынау көлеңке жарық берілмейді. 3 лампочка жанып тұр. 18 ваттан 23 ваттан деген сияқты. Міне мына кекіліктері жанып тұр. Мына жақта жанып тұр. Бізде жерде 30 жұмыртқа тұр. Міне екінші инкубаторға жинап жатырмыз. Мына қораның ішіне термоящик жасаймыз. Все равно түнде суиды. Бірақ бір қалыпты. Мына жерде бізде плюсовой температура. Әлде бір плюс 17-18 градус бар. Бірақ сонымен де инкубаторды орап қойғанбыз. 37-8 ұстап тұр. Ішінде жұмыртқаларымыз тұр. Осы жаққа ящик жасаймыз.
Енді мына инкубатор қалды очередьте. Содан брудер жасау керек. 20 күн уақытымыз бар. Жоқ деген жоқ, 20 емес, 18 күн. 19 күн уақытымыз бар. 19 күн ішінде дайындауымыз керек. Ассалаумағалейкум. Бізде мына істеп жатқан себебіміз, бізде мына жылы болғанмен бәрібір температура түсіп жатыр. Сол себептен қазір термоящик жасап Fermattan tartmalarını ben boş-boştan. Şunu et de atılmazsa anlatın. Dur o bari. Dur ortasını. Ortasını evet. Так. Так, ящиктерді болдық. Енді оларды изолировать етеміз. Так, мынау.
Mına bir eşik bizde. Қазір мына жерге қоямыз да. Мынаның орнына қазір ішіне лампочкасын қойып, 2 инкубатор сияды, короче. Мағындығына. Мына ешік. 2 инкубатор салынады. Ішінде ауа жүретін болады, жылы ауа. Жаңа сіздер айтып отқан ешік міне. 2 инкубатор сияды. Просто 2 инкубатор байланысады. Қазір мына жерге защита мен лампочка қоямыз. 40 ваттық па, 60 ваттық па. Страшно сұмдық не ғой. Еш топмалар. 2 инкубатор қатардан қойғанға да. Бетін жауып тастаймыз. Сонда мына комнаттың ішінен комната, термокомната болады мынау. И жылы болады. Пока мына жерге бір батарея қою керек болып тұр. Батарея қойғаннан кейін осының бетіне қоя береміз. Мына тесік жауып тастадық. Сондай термоящик қой, бұны атын термоящик деп қоямыз. Қоямыз, мына тұстан қоямыз, штаб. Мына яқын бәрін жылып тұрады. Өрттен безі сақтау үшін солай жасаймыз. Міне вилка жасадық, мынамен тоқ береміз да, мына жылытамыз үшін. Мына жер ашылады, ашық болады мына жерге. Мына жерде тұрады. Мұның бетіне может бірдеңе қоямыз, штаб. Қыз кетпеш үшін. И мынада 20 сантиметр пространство бар міне. Осындай термокомнат жасайсыздар, термоящик. Егерде қораларыңызда мына жерде нормальный бір мынаның ішінде стабильный болады зато. Өшіп қалса да мынаның ішін қымтап жауып тастаймыз, мыналармен салып тұрып үстінен. Үстінен жауып тастаймыз ағаштың үстінен. Сөзде мына жерде термокомната болады деген сияқты. Мына автоматтан бұлайра қойдық. Чтобы розетка бәрін алатындай. Мына термоящиктен постоянно тұрады енді менде. Бір жасап қоясың, 2 инкубатор бірақ. Мына шешетін мындай салып шықтық қазір. Мына жерден тесеміз қазір. Кейін қып не өткіземіз на проводтарды. 2. Сонымен бір келіп қарап кетеміз. Осыны бастырамыз да, үстіне кілемдермен бастырсаймыз. Бұлай жанып тұратын болады. Ішіне теплый жылы ящик қой көреш үшін майленбегенде. Суалына аласы бас. Міне утеплитель та былайынан жасап тастады. Қалай көрсетсе болады. Қалай утепление болды. Енді мына ішінен термокомнат жасадық, 2 инкубатор сияды. Қақаған қыстар шығара берсін өстіп. Так, енді мынаның үстінен мынаны төсеп тастаймыз. Болды сонымен. Мына 2 кілем жайып тастаймыз төбесінен. Міне керек кезде мынаны қайырамыз да. Қайырамызды бүйтіп көре береміз. İçinde жылауы болады. Вот. Міне біреу самотек алып отқан. Біреу мынау центральный ғой короче. Екеуіне мынандай жасап отырмыз. Өйткені мына жақтан суық бөлінеді, су болғаннан кейін. Осы мына комнаттың жаққа мына комнат суды деген сияқты. Міне құстардың несін жинап алып жатырмыз қазір. Яғни эфир ашамыз алла қаласа. Міне біз кешке жақын беріп отырмыз қазір су. 1 сағаттан алып тастау керек. Даже кекіліктерді қарасаңыздар міне. Мені көрсе қашып бара жатыр. Самал жері. Суды кәдімгідей келіп ішіп жатыр. Суатқа түскен сияқты.
Келіп суға түсіп сөйлеп жатырмыз. Екілік болсын. Тақта болсын. Мен құрғызым. Міне біздің қораның потологын, стенасын көріңіздер бүгін. Мұз болып жатыр. Терезе. Міне мұз. Терезенің бір жылтырап жатыр. Мына асты жақсы емес. Мына үстін көріңіздер ма? Қырауды. Мұз қатып қалған ғой конденсаттан көріңіздер ма? Асты жылыда, үсті жағы мұз. Стенаны көріңіздер ма? Жылтырап жатқан. Тауық туып отыр. Проблеміміз. Міне бүткір потолок сондай. Көріңіздер ма? Жаңа жыл болып отыр ғой. Мына терезе, ана стенаның бәрін қойған. Міне потолок. Мына потолокта сондай жылтырап жатыр. Көріңіздер ма? Мұз потолоктың барлығы. Көріңіздер ма? Міне. Былай көрсеңіздер болады. Міне мына потолокта сондай. Жылы ма, жылы емес па деп бастар ғой. Міне. Потолок. Бағана күнде біз 2 сағат сайын жинап отырамыз. Жаңа 2 сағат бұрын, 3 сағат бұрын жинағанбыз. Қазір бірақ неоплотқа гарантия беріп жатқан жоқпыз. Күн суық. Түнде қалған жұмыртқалар айырылып кетіп отыр да. Біздің кекіліктер шоғырланып, бүгін бір видео түсірейік. Бүгін бөлеміз, Алла қаласа, кешке. Қазір инкубационный комнатты көрсем сіздерге дайындап отқан. Уже инкубаторларды алып кетуіміз керек қазір. Алла қаласа кірсеміз. Біздің кекіліктер міне. Күні бойы бізде свет жанып тұрады. Үш лампочка жанып тұр. Тауықтарыңыз тумай жатса, күнде сіздерге 17 сағат жарық болып тұру керек. Ал бізде күндіз-түні жанып тұрады. Өзі бір тауықтарға қатты бір адам құсап ұйықтайтындай керек емес. Солар өздері керек кезде демалып алады. Сол сияқты қазір Алла қаласа бөлеміз. Мына байқұстың жүн-жүнін жыға жіберіпті. Сол бөліп